Сәлем достар, және де біздің кішкентай көрермендеріміз. Бүгін мен сіздерге тағам туралы айтып бермекшімін. Егер де осы тақырып сіздерді қызықтыратын болса, мұқият тыңдаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз тағам, оның түрлері, қалай және не үшін тамақтанамыз туралы. Өмір сүру үшін және де ары қарай дамып жетілуі үшін тірі организм міндетті түрде қоректенеді. Тағам адам организміне не үшін қажет? Біздің денемізге тағам өсіп жетілуіміз үшін, қуат алуымыз үшін және де қалпымызға келу үшін өте қажет. Тағам дұрыс және тиімді болғанда ғана бізге пайдасын тигізеді. Адам өсімдіктен және жануарлардан алынған тағамдарды қолданады. Мысалға, жануарлардан алынған тағам түрлерін алатын болсақ, ол бірінші ет, соның ішінде бас, құйрық майы, шұжық, ішек қарыны, қазы қарта және де көптеген мал етінің бөліктері. Ал екінші бұл балық. Балықты суда өмір сүретін жәндік екенін білеміз, және де адам организміне өте пайдасы көп екенін де білеміз. Сондықтан да біз балықты суда қайнатып, қуырып және де басқа тағамдарға қосу арқылы пайдаланамыз. Келесі өздеріңіз көріп отырғандай бұл сүт, қаймақ, май, ірімшік, құрт, айран және де басқа көптеген жануарлардан алынатын тағам түрлері. Адам ағзасына сонымен қатар өсімдіктерден алынған тағам түрлері де көп пайдалы. Мысалға, өсімдіктерден алынған тағам түрлеріне нан, шекер, күріш, картоп, пияз, тағы да басқа көптеген тағам түрлері жатады. Тиімді тамақтанғанда біздің организміміз тағамнан ақуыздар, майлар, көмір сулар, минералды тұздар алады. Тағам құрамында міндетті түрде витаминдер көп болу керек. Ол организмнің өсуіне, дамуына өте көп пайдасын тигізеді. Естеріңізде болсын, тамақ ішіп отырғанда әңгіме айтып сөйлеуге болмайды. Себебі тыныс алу жолдарына ас өтіп кетіп, адам шашалып қалуы мүмкін. Қалай дұрыс тамақтану керек? Ас ішер алдында ең алдымен біз қолымызды міндетті түрде сабындап жууымыз керек. Және де тамақтану кезінде теледидар қарауға, кітап оқуға болмайды. Өйткені сенің организмің ол да алаңдап отырады екен. Сонымен қатар тамақ жеген кезде асықпай, шайнап, баппен жеу керек және де қарныңызды тойдырмаған дұрыс. Мінекей достар, дұрыс тамақтанып, ұйқыларыңыз қанық болса, еш жеріңізде ауырмай, денелеріңіз әдемі әрі шымыр болып өсесіздер. Осы айтқандардың барлығын естеріңізден шығармаңыздар, дұрыс тамақтаныңыздар, ауырмаңыздар.